Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын әрі оңай қазанымызға барлығын сала салып піскеннен кейін ала салатын тағам дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жасап көруге сіздерге де кеңес беретін боламын. Достар, ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазанымызға аздаған май құйып алып, осылай мен тауық етінен жасадым. Тауық етін ең алдымен жай осылай салып қоя салыңыздар. Оның үстіне артынша пиязымызды, үйде қандай көкөністеріңіз бар, барлық көкөністеріңізді қоссаңыздар да болады. Бұл жерде баклажан барлығын да қосуға болады, өте дәмді болып шығады. Мен үйдегі бар дәмдеуіштер сәбіз, пиязым, картошкаларымды осылай ірі-ірі етіп турап бетіне сала салдым. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай болгар бұрышын да қосып жібердім. Өте дәмді ерекше болып шығады. Чесногымызды салып, және де үйлеріңізде капуста болса, капустаны да салсаңыздар болады. Помидорды салып жібердім, кішкене су шықсын деп. Енді кезекте жаңағы капусталарымызды бетіне жауып, осылай бұқтырып ала салдым. Негізі бұл тағамды өзім жаркоя деп атадым, яғни үй жағдайында қуырмай дайындайтын жаркоя. Барлығының су шығып, сөлі өз дәмінде бөлініп, өте дәмді болып шығады қыздар. Сонымен қатар бетіне татымына қарай тұзымызды салып алдым. Сосын қыздар, ұмытпаңыздар, дәмдеушімізді тамағымыз дайын болуға 15 или 10 минут қалған кезде салсаңыздар, дәмдеушімізде өзіндік дәмін сақтап, керемет болып шығатын болады. Мінекей кішкене бұқтырылып, барлығы да өз буы, өз дәмі өзіне сіңгеннен кейін мен тауық етіне арналған дәмдеушті салдым мұнда. Аздап қана салып, 10 минутқа кішкене тағы да қалдырыңыздар, бетін бұқтырып. Мен салафан жаптым бетіне, және де паприка салып жіберіңіздер қыздар, ұмытып бара жатыр екенмін. Паприка салып жіберсеңіздер де болады. Сонымен қатар кішкене пленка жауып бетіне бұқтырып алыңыздар. Өте дәмді болып шығады достар. Дәл осы менің рецептіммен жасауға сіздерге де кеңес беремін. Сонымен қатар мұнда менің инстаграм парақшам бар. Инстаграм парақшамда да әртүрлі дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Сол жаққа да өтіп қарап шықсаңыздар болады. Мінекей, дәл осылай салафанмен жауып бұқтырып қойғаннан кейін 10 минутқа ұстаңыздар. 10 минуттан кейін бетін ашып, тағамымызды отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, менің балапандарыма барлығына да қатты ұнады. Достар, менің каналыма тіркелуді тағы да ұмытып кетпеңіздер. Және де достар, назарларыңызға рахмет.